Ми тірі ағзалардың ең күрделі құрылымдарының бірі. Оның эволюциясы миллиондаған жылдар бойы дамып жетілді. Адам миы эволюция барысында өзгеріп, жоғары деңгейдегі интеллектуалды қабілеттердің қалыптасуына мүмкіндік берді. Алғашқы тірі ағзаларда күрделі ми болмаған. Олардың жүйке жүйесі қарапайым нейрондық тор түрінде болды. Ми нейрондардан тұрады. Нейрон жүйке жүйесінің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Нейрондар бір-бірімен синапстар арқылы байланысады. Синапс екі нейронның байланыс нүктесі. Осы арқылы ақпарат қабылданып, өңделіп жеткізіледі. Ми ағзаның басты басқарушы орталығы. Ол барлық мүшелер мен жүйелердің жұмысын реттейді. Жүйке импульстарын жіберіп, олардың үйлесімді қызметін қамтамасыз етеді. Адам миы бірнеше бөлімнен тұрады. Соның ең ірісі үлкен ми сыңарлары. Бұл бөлім жоғары деңгейлі ойлау әрекеттеріне жауап береді. Маңдай бөлігі ойлау, жоспарлау, шешім қабылдау, сөйлеу және эмоция. Төбе бөлігі сезімталдық және кеңістікті қабылдау. Самай бөлігі есту, есте сақтау, сөйлеуді түсіну. Шүйде бөлігі көру қабілеті. Оң жақ жарты шар шығармашылық, эмоция, бейнелі ойлау. Сол жақ жарты шар логика, математика, сөйлеу. Оңқай адамдарда көбіне сол жақ жарты шар белсендірек. Солақай адамдарда оң жақ жарты шар белсендірек болуы мүмкін. Лимбикалық жүйе эмоция мен жадты реттеуге қатысады. Мишық қозғалысты үйлестіреді. Тепе-теңдікті сақтауға және дәл қимыл жасауға жауап береді. Ортаңғы ми көру және есту рефлекстерін реттейді. Қозғалысқа қатысады. Сопақша ми тыныс алу, жүрек соғысы, қан қысымы сияқты өмірлік маңызды процестерді басқарады. Жұлын ми мен дене арасындағы байланыс көпірі. Ол жүйке импульстарын миға және мүшелерге жеткізеді. Адам миының көлемі шамамен 1300-1400 см. Ми орталық жүйке жүйесінің негізгі органы. Ол ағзадағы барлық физиологиялық және психикалық процестерді басқарады.